Ал команда, енді бүгін сіздерге бонусный счеттан төлем жасауды үйретемін. Яғни, айттым 50-50 бізде бонусный счет 50-50 төлем жасалынады. Мысал үшін, қазір мен зат алайын деп жатырмын. Мына кабинеттен общий сумма, алатын продукциямның суммасы. На кабинетте өз 25 000 бар бонусный счетта. Менің алатын затым қазір 45 500 теңгені құрайды. Менің қазір алып жатқан тауарым, заказым 45 500 теңге. Соның қақ ортасы 50%, 22 750 теңге болады. Сонда бонусный счеттан мына 25 000-нан 22 750 теңгесі алынады, және екінші 22 750 теңгесі карточкадан төленеді. Сонда общий 45 500 теңге болады менің алатын суммамның. Жартысы кабинеттен осы бонусный счеттан алынады, жартысы карточкадан төленеді. Түсіндіңіздер деп ойлаймын. Так, енді мына жоғарыдағы үш сызықты басамыз, магазин деп тұр, магазинге кіреміз, тура кешегідей. Ашыла қойсын енді. Кішкене сет нашар болып тұрған сияқты. Астында магазин деген сөзді бастым. Магазин деген сөзді бассақ, корзинаға алатын өнімдеріміздің бағалары мен списоктары шығады. Міне, көрдіңіздер, бүкіл өнімдер шығады. Как раз маған Yonwave 6500 теңгелік штугы керек. Салдым бұны. Сосын екінші продукция менде Noni соктың жасыл түрі керек. Екеуі сонда 45 500 теңге болады. Сіздер қарап есептеп отырыңыздар. Так, қазір Noni соктың жасылын тауып алайық. Міне, Noni соктың жасылы 39 000 теңге. Корзинаны басып, корзинаға сала қоямын. Қазір корзинадан ашылып шығады. Кішкене күте тұрамыз, егер айналып, былай іздеп жатса. Міне 45 500 теңге общий сумма болды. Сонымен қатар оформление заказа дегенді басамыз астындағы. Енді населенный пункт дегенге дәл алдыңғыдай қай қалаға бұл заказ, сол қаланы жазып бастаймыз. Яғни менікі бұл Ақтау қаласына ұрылатын заказ, Ақтаудың заказы. Ақтау деп жазамын. Ақтау деп жазғанда астынан өзі шығады аттар. Бұлай қарап тұрамын, Маңғыстауская область Ақтау деп тұр астында, соны басам. Себебі Ақтау Маңғыстау дейді. Маңғыстау облысы болғасы кіреді деймін, не дейді. Так, мына жаққа да Ақтау деп жаза қоям. Міне Маңғыстауская облысты таңдай қойдым. И индексті жазам. Индекс бізде 130 000 еді. Дұрыс жаздым, так, 130 000. Аха, уже қалалардың индексін жаттап алдық. Мына енді мына жерде Pony Express-тен Ақтауды таңдаймыз. Мына белгі қоятын жерді көріп тұрсыздар. Алдыңғы видеода да көрсеттім, сол жерді таңдай қоямыз. Міне. Кейбір продукциялар, мына екі продукция негізі в наличии жоқ дейді, но заказ жасап қоя береміз, просто айтып қойып жатыр. Так, оплата другой карты и сохранить етпеймін. Галочканы алып тастайым. Себебі мен мына картамен, нәрде карта сақталып тұр ғой, мына карта, мен бұл картамен төлемеймін. Өзімнің карточкамда ақшам, сол себепті оплатить другой картой дегенді таңдадым. Сонымен қатар сохранить картаның данныйын сохранить етпеуін сұрап тұрмын. Галочканы алып тастадым. И бонусный счет дегенді басамыз. Бонусный счетті басқан кезде бізде мына бонусный счетті 25 000 теңге тұр. Егер кэшбэкпен төлейтін болсаңыздар, мына кэшбэкті былай таңдайтын еді. Бізге бонусный счеттан алу керек, міне бонусный счетті таңдадым. Астында қараңыздар, максимальная сумма деп тұр для оплаты 22 750 теңге деп тұр. Жаңағы айтқанымдай, 45 500 теңгенің қақ ортасын есептеп тұр, көрдіңіздер, 50-де 50 болып тұр былайша айтқанда. Қане 22 750 теңгені төлейміз қазір. Оплатит бастым.
төленіп жатыр. Енді я прочитала басамын, сонымен қатар подтвердить заказ дегенді басамыз. Подтвердить заказды басқаннан кейін карточка данный жазатын жер шығады. Жағы карточканың 16 саны, жағы дата несі, соларды жазатын жер шығады. Мені көрдіңіздер, 22.750 қазір карточкадан алады. Жаздым. И оплатить деген сөзді басамын. Карточканың данныйларын жаздым, оплатить басам. Міне, жоғарыда карточкадан алынды. 22.750 теңге көрдіңіздер. Вернуться в магазинді басамын. Басқан кезде менде жаңағы чек дейміз ба? Чек дейміз ғой, енді біз солай үйреніп қалдық қой. Мынау чекті скриндап аламыз. Себебі продукцияны алуға барған кезде мынау номер заказа деп тұр. Сол номер заказаны көрсететін боламыз. Сол номер заказға қарап бізге продукциямызды береді. Болды.